Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге окрошка жасап көрсетемін. Каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін көріңіздер. Жаздың ыстық күнінде окрошка ішкенге не жетсін. Енді біздер етімді мен алдын ала қайнатып, бөлек алып алдым. Етімді, піскен етімді, және де сорпасын төкпей, салқын мұздай жерге қойып қойдым. Біздерге қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған картоп қажет болады. Енді біздер қиярымызды осы экранда көрсетілгендей етіп, кубиктап, ұсақ етіп турап аламыз. Мен әр жылы жазда осы окрошка дайындап қоямын. Әр жаздың ыстық күнінде бестік шайдың орнына да осындай окрошканы ішіп алып жүре береміз. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді картоптарымызды да осы ұсақтап турап аламыз. Ұсақ болғанда осы кубиктап турасаңыздар өте керемет болып шығады. Қайнатылған етіміздің сорпасын міндетті түрде оны алып қойыңыздар салқын жерге, және де қазір біздер окрошканы сол сорпасына дайындайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде сорпасын алып мұздай жерге алып қойыңыздар. Картоптарымызды турап алдық. Енді етімізді де осы ұсақтап турап аламыз. Экранда көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп тураңыздар. Жұмыртқамызды да дәл солай алдын ала турап алыңыздар. Міне дайын, бүкіл қоспамызды алдын ала турап алдық. Енді бастасақ болады. Енді айтып өткенімде сорпамызды төккен жоқпыз. Мұздай салқын жерге қойып қойдым. Енді сүзгішпен сорпамызды міндетті түрде сүзіп аламыз. Ішіне жаңағыдай көбіктеріміз кетіп қалмас үшін. Енді сорпамызға туралған етімізді саламыз, және де оның үстіне қиярымызды саламыз, оның үстіне картошкамызды, піскен жұмыртқамызды бүкін салып аламыз. Біздерге және де салқын айран қажет болады. Айранымды мен осы қосатын кезде ғана холодильниктен шығардым. Ашқан айран болса өте күшті болып шығады. Енді осы сорпамыздың үстіне айранымызды құйып, жақсылап бір араластырып жібереміз. Міне салқын окрошкамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де осындай рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен енді дайындап іше берсеңіздер болады. Және де салқын күйінде ішсеңіздер өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы жаңа видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.